Бүгін бізде 26 тамыз сағат 9 енді болып жатыр. Барып анализ тапсырып келдім. Содан кейін жолдан сүт ап келдім. Мінекей сүт литрін 300 теңге. 4 литр алдым. 1400 теңге. Бұлай сатып алсаң, тетрапакет, Петропавловский 1 литрі 600 теңге болды. Сосын осындай алдым, үйдің сүті деді. Қазір қайнатамыз. Анализ қандай тапсырдым мен? Общий анализ крови тапсырдым. Алдында қан тапсырғанда гемоглобин төмен деп айтты. Ферритинім төмендеп кетіпті. Сонымен система алдым. Жүрес космофер деген внутримышечный. Енді бүгін анализін көреміз, қандай шығады екен. Бүгін тапсырып келдім. Қазір омлет жасайын деп жатырмын. Сүт, жұмыртқа, тұз салам. Балаларға таңғы асқа. Өзім де жеймін ғой. Қазір соны жасаймын. Сонымен астары дайын екеуінің. Жүріңдер тамақ ішеміз. Ал бізге ас болсын. Енді өзіме саламын. Содан кейін үй жинаймыз. Кешкі асқа дайындап жатырмын. Мына жерде үйректің еті, утка. 4 ғана алдым. Соны соевый соус, сумай, қара бұрыш, лимон су және де бал қостым. Маринадқа қойып қоямын 1-2 сағатқа. Содан кейін кеш жақын пісірамын. Қуырып жатырмын утканы. Осылай фольгаға салып алдым. Енді қазір қалған приправасын үстіне құйып шығамын. Одан кейін духовкаға жіберемін. Бетін жаппауымыз керек осылай фольгаға. Алып соусын үстіне құямын. Мына жерде макаронды пісіріп алдым. Салат жасап қойдым. Қазір нені кесем. Үйрек, утканы, филесін. 5-6. Осындай болды. Қазір бетіне майын құямыз. 2 литр выпила? Кештетіп магазинге барып келдік. Сливаның андай 2 түрінен алдық. Біреу қара, біреу осындай цвет. Вазалдық, алмұрт. Мында қызар алдық, мынандай кішкентай. Содан кейін мына жерде айран алдық осы. 400 теңге тұрады. Болды, басқа ыдыстар чүп болды. Мына жерлерді реттеуім керек. Сонымен канцелярский товардан мынау Алидаға балабақшаға не заказ берді бізде. Мына жерде обложка, мына жерде 25 штук депті, бірақ бұны тек 2-4 бір алып деді. Бұндай жазу жазғанға, көркем жазуға клетка. 2-2-ден осыларды ғана қаптаймын, қалғанын альмаханға. Одан кейін клей, 2 простой карандаш, 2 ручка, қайшы, мынандай басы доғал болсын деді. Одан ұштағыш, мына жерде кардон, цветная бумага болсын десем, мынаның ішінде мындай да бар екен. И мына жағы түгел кардоннан істелген екен. Бұл бөлек, бірақ бере салайын ба, көремін де. Одан кейін мынандай чай цветной бумага да алдым. Бұл жерде тек мынандай жұмсағы кардон емес. Одан кейін карандаш мынандай ялонтықтың алдым жақсысын. Одан кейін пластилин осы 6 штук, лучтікі. Одан кейін мынандай математика нақыштарын алып келіңдер деді. Балапанның дәптері, көркем жазуға.
мына көңілді бояғыш және мына есепті алып келіңдер деді. Және де 20 штук ақпарақ. Барлығы осы болды. Ал Әлімхандікін енді тізім енді береді, содан аламын. Солай осылар. Мінеки сонымен дайын. Мынау былтырғы пеналы. Былтыр Эльза деуші еді. Биыл енді Куромиға ауыстық. Мынау былтыр садикқа барғанбыз, сонымен пенал керек емес деп айтты. Содан мен үйде тұрған енді карандаштарын бәрін сап қойдым. Мен пенал керек пе екен осы жылы. Мынау алдында Пиндододан алған сумкасы Куроми. Енді осыған бәрін салып берем. Ертең өзі апарады сонымен. Мен көтеріп барам ғой. Осы сумкалар қанша қалды мен? Өшерлі бағасын жазып кетем. Пиндододан алған. Каспидеде тұр, бірақ қымбаттау. Әлімханға да сол жақтан алдым Пиндододан. Алитаға да сол жақтан алдым. Жақсы, жұмсақ, жеңіл ғана. Солай. Мұнда бауырсақ пісіріп жатырмын. Әлі осындай бар. Мінеки мынан жүріп шықты. Мінеки.